Selam dostlar, biz danlı moment үлкен stadionda отырмыз. Жанымызда оркестр. Мына аңсар брат. Мына жағымызда Атырау облысының Жылойдан келген оркестр. Мына жағымызда өзіміздің қыздар, Дел, Гаухар. Достар, мында мыңдаған адам отыр. Үлкен тарихи оқиға болайын деп Айттым ғой. Фарабай, не айтасың? Нұржан. Баке, біріне айтасың ба? Қанша адам айтшы? Бүкіл оркестрға Орал Дәулет кератық оркестрінен жалынды сәлем. Сәлем достар. Біз данный момент Атырау қаласында. Атырау қаласындағы ең үлкен стадионда тұрып. Мына үлкен тарихи жағдай болайын деп тұр. Жаке, не айтасың? Енді бұл Құрманғазы бабамыздың 190 жылдығына байланысты тарихи жағдай бұйырса қызыл кітаптың ішінде жазылады деп айтылып жатыр. Осы оркестрлардың барлығы осында жиналып қауымдасып барлығымыз осы бір күйде орындағанға не жетсін, бақыттымыз ғой. Мына жақта жіберек. Мына кісілердің бәрі түгел оркестранттар. Қазақстанның түкпір жерінен келген. Бәріміз бірігіп ойнаймыз. Ана столда. Пока. Алғарай өрек. Қазір мұны түсіріп өрейін. Қаншама халық мұнда отыр. Сәлем достар, біз данный момент Атырау қаласында Мұнайшылар стадионында тұрмыз. Біз көріп отырғандарыңызда мұнда әр Қазақстанның түкпір облысынан 7 облыс келіп үлкен өте керемет шоу, оркестр, шоу берейін деп отыр мұнда. Құрманғазы атамыздың 190 жылдығы. Оркестр. Вообще тарихта болмаған нәрсе. Просто қазір. Орысша айтқанда просто будет огонь.
Сәлем достар. Біз данный момент Атырау қаласында үлкен ресторанда отырмыз. Ең беделді ресторанның бірі. Біз үлкен тарихи шараны өткізіп, әкімнің қолдауымен үлкен банкет отырмыз. Осы арада қазір 7 облыстың әртістері отыр. Олар кісілер. Мына жақта тост сөйлеп жатыр. Мына жақта өзіміздің жерлестер, оғандықтар. Өте керемет. Менің жерлестерім. Осындай демалымыз. Жұмыстың жемісін көру деген осындай болады, жеңдер. Жемісін көріп, осылай демалу деген осындай болады.